Дәретхананы қалай жару керек екенін білесіз бе? Бүгін Куан мұны көрсетеді, мұқият қараңыз. Ол сөмкесінен 2 бөтелке, бір орам сым, бір қорап темекі және бір қорап сіріңке шығарады. Содан кейін ол бөтелкелердің мойнына сымды бір-бірлеп орап, нықтап бекітеді. Келесі кезекте ол темекіні алып, сүзгісін жұлып тастайды да, оны сіріңке қорабының ішіне тығады. Содан соң сіріңке қорабын бөтелке мойнындағы сымға қатты қыстырады. Оған тек темекіні тұтандыру ғана қалды. Сонда қолдан жасалған бомба шамамен 10 секундтан кейін автоматты түрде жарылады. Бар болғаны осы, бәрі дайын. Кетпес бұрын ол дәретхана кабинасын сабырмен құлыптап, сыртқа қауіпсіз қашықтыққа шығады да жарылысты күтеді. Расында да, сіріңке қорабы тұтанғаннан кейін, дәретхана ішіндегі метан газы бірден орасан зор күшпен жарылады. Күтпеген жарылыстың соққы толқыны бүкіл ғимаратты сілкіндіреді. Бірақ таңқаларлығы, полиция дәретхананы тексергенде ешқандай жарылғыш заттың ізін таба алмайды. Себебі Куанның нағыз кегі енді ғана басталды. Мұның бәрі небәрі бір апта бұрын басталған еді. Ол Англия көшелерінде қызымен бірге келе жатқан. Олар сауда орталығына жетеді. Куан көлік қоятын орын іздеуге дайындалып, қызын бірінші түсіріп жібереді. Қызы көліктен бір қадам да аттап үлгермей жатып, лаңкестік шабуылға тап болады. Жарылыстың күштілігі сондай, тіпті алыста болса да Куанның өзін ұшырып жібереді. Куан есін жиғанда денесі жарақатқа толы еді. Ол ауырсынумен күресіп, аяғына әрең тұрып, қызын қызбалықпен іздей бастайды. Бірақ өкінішке орай, қызы сол апатта қаза тапқан еді. Бұл жарылыстың артында тұрған адамдар 60 жастағы бұл қытайлықтың олардан қандай жойқын кек алатынын әлі білмейтін. Өйткені Куан қарапайым адам емес. Ол қаралы тарихы бар, бұрынғы элиталық арнайы жасақ сарбазы. Соғыс кезінде оның 2 үлкен қызы оққа ұшқан, ал әйелі кенже қызын босану үстінде қайтыс болған. Англияға қоныс аударғаннан кейін Куан мен қызы жергілікті мейрамхана ашады. Қажырлы еңбек пен адалдықтың арқасында істері алға басады, бірақ кенеттен осы қайғылы оқиға орын алды. Үйіне келгенде Куан қызының бітпеген үй тапсырмасына, жиналмаған төсегіне, соңғы рет қолданған косметикасына қарап, қатты қамығады. Ол әлі де оның киімдерінен иісін сезеді. Таңертең ғана өмірге толы болған қызының мәңгілікке кеткеніне сене алмайды. Көп ұзамай полиция ақпарат жинау үшін келеді. Бірақ полиция бұл қылмысты кім жасағанын білмейтіні анық еді. Куанның ауыр қайғысын көрген полиция тек қылмыскерлерді қатаң жазалауға уәде беріп, қазір сізге ең керегі отбасыңыздың қолдауы деп жұбатады. Бірақ Куан, менде енді отбасы жоқ деп ауыр жауап береді. Жарылыстың артында кім тұрғанын білгісі келген Куан полиция бөлімшесінде қатарынан 5 күн болады. Бірақ көп күн өтсе де іс алға баспайды. Полиция бастығы онымен кездесуге мәжбүр болады. Куан сөмкесінен барлық жинаған ақшасын шығарып, бастықтан жарылысқа жауаптылардың есімдерін беруін өтінеді. Бірақ полиция бастығы бас тартады. Ол Куанның қайғысын түсінеді, бірақ қарт адамның лаңкестерді іздеп барып, ажал құшатынын біле тұра, оған есімдерді қалай бермек. Оның үстіне тіпті полицияның өзі әлі қылмыскерлерді анықтай алмаған еді. Ақырында Куанның құр қол кетуіне тура келеді. Алайда бір ай өтіп, жарылысты тергеу жұмыстары қоғам назарынан тыс қала бастайды. Заңның әділдік орната алмайтынын түсінген Куан кекті өз қолына алуды шешеді. Ол күндіз-түні зерттеу жүргізеді. Ақырында, жаңалықтардан жарылыстың артында ара деп аталатын ұйым тұрғанын біледі. Қоғамның ашу-ызасынан қысым көрген Лиам есімді үкімет шенеунігі сұхбат беріп, өзінің бұл жарылысқа еш қатысы жоқ екенін айтып ақталады. Бірақ қызығы сол, Лиам небәрі 5 жыл бұрын осы ара ұйымының мүшесі болған екен. Осындай күмәнді өткені бар Лиамға Куан бірден назар аударады. Ол Лиамның ішкі ақпаратты нақты білетініне сенеді. Сондықтан ол Лиамның жедел желісіне хабарласып, қандай да бір мәлімет білетінін сұрайды. Лиам мұны естігенде түрі бұзылып кетеді, бірақ ештеңе білмейтінін айтып, тұтқаны тастай салады. Лиамның суыққандылығы мен әрекетсіздігі Куанның жүрегіндегі кек отын одан сайын тұтандырады. Сол түні ол көптеген керек жарақтар сатып алып, көлігін жарақтайды. Ол бұл миссияның өлім мен өмір арпалысы екенін біліп, мейрамханасын жалғыз досы Куидің атына аударады. Куи уайымдап, сұрақтың астына алса да Куан ештеңе түсіндірмей кетіп қалады. Келесі күні Куан сөмкесін асынып, Лиамның кеңсесіне тікелей барады. Бұл күзетшілерді дүрліктіреді. Олар оның заттарын тексергенде, ішінен тек күнделікті тұрмыстық заттар мен бір жиналмалы пышақ қана табылады. Күзетшілер оны қуып шықпақ болады, бірақ халық адамы деген имиджін сақтау үшін Лиам оны өзі қарсы алады. Куан Лиамнан өз билігін пайдаланып, өлтірген адамның атын анықтауды сұрайды. Бірақ Лиам түрлі сылтаулар айтып, қылмыскерді жауапқа тартуға тырысамын деп уәде бергенімен, бәрібір есімді айтпайды. Куан сәл жымиды.
Ол егер Лиамға сабақ бермесе, саясаткердің пікірін өзгертпейтінін түсінді. Сондықтан Лиаммен қоштасқаннан кейін, ол дайындаған заттарын алып, үнсіз дәретханаға барады. Бұл кезде Лиам не болатынын мүлдем сезбеген еді. Куан сабырмен шығып кеткенде, келесі секундта бүкіл дәретхана күл-талқан болып жарылады. Құлақ тұндыратын жарылыс бәрін шошытады. Куанның қалағаны көзге көз, тіске тіс болатын. Көп ұзамай оқиға орнына тергеушілер келіп, жарылыстың тек ескерту екенін анықтайды. Лиам кім кінәлі екенін түсінуге тырысып жатқанда, оған Куан хабарласады. Қоңырауды көрген Лиам бәрін түсінеді. Ол Куанға айғайлап, мұндай қауіпті іске неге барғанын сұрайды. Куан сабырмен оның ойы өзгерді ме деп сұрайды. Лиам ашуға мініп, өзі сияқты жоғары лауазымды шенеунікті қарапайым адамның бұлай қыспаққа алғанына шыдамайды. Ол Куанның өтінішін орындаудан бас тартып қана қоймай, оны жазалайтынын айтып қоқан-лоқы көрсетеді. Сосын қол астындағыларға Куанның тұратын жерін анықтауды бұйырады. Екінші жағынан, шаршаған Куан қонақ үйіне оралып, жаңа бомба жасай бастайды. Алдымен пластикалық ыдысқа мұз салады, содан кейін суыту үшін 2 бөтелке нитроглицеринді абайлап құяды. Ол оларды қажетті пропорцияда араластырады. Температураны дәл реттегеннен кейін, нитроглицеринді баяу тамызып, бомба сәтті жасалады. Келесі күні Лиамның жүргізушісі көлікті от алдыруға дайындалып жатқанда күзетшілер бірдеңенің дұрыс еместігін байқайды. Олар жанармай багының қақпағынан жұқа сымды көреді. Қорқып кеткен олар жүргізушіге тоқта деп айғайлайды. Жанармай багының қақпағын ашқанда ішінен қағаз табылады. Онда есімін айт деген 2 сөз жазылған. Бұл Лиамды қылмыскердің атын айтуға мәжбүрлеу үшін жасалған қоқан-лоқы еді. Шын мәнінде көліктегі бомба жарылмайтын еді. Куан күзетшілер көрсін деп сымды әдейі шығарып қойған. Дегенмен Лиам оңай берілетін адам емес еді. Оның адамдары Куанның тұрған жерін тез тауып алады. Күзетшілер тобы Куан тұрған қонақ үйді қоршауға алады. Шуды естіген Куан бірден қауіпті сезеді. Ол есікті орындықпен тіреп, терезеден секіріп қашпақ болады, бірақ сыртта адамдар күтіп тұрған еді. Амалсызынан ол шатыр арқылы қашу үшін төбеге өрмелейді. Дәл сол сәтте адамдар есікті бұзып кіреді. Куан олармен алысып, бір сәтті пайдаланып, бағанмен 2-ші қабатқа сырғып түседі. Бірақ қарсыластары одан бұрын жетіп есікті жауып тастайды. Куан орындықпен шабуылдап, бір адамды сұлатып салады. Екі жақтан келген 2 шабуылшымен Куан өзінің икемді кунг-фу өнерін пайдаланып, сәтті қашып кетеді. Соңғы адам сыртқа жүгіріп шыққанда, көшеде Куанның ізі де қалмаған еді. Оны ұстай алмағандарына Лиам қатты ашуланады. Осындай табанды әрі қатыгез адамның кегінен сескеніп, ол өзінің фермасына барып жасырынуды ұйғарады. Кетпес бұрын Лиам көңілдесімен жасырын кездеседі, бірақ олардың әрбір қадамын Куан бақылап отырған еді. Көп ұзамай Лиам Куаннан ескерту хабарламасын алады. Онда егер ол қызын өлтіргендердің атын айтпаса, оның беделін түсіретін суреттерді интернетте жариялайтынын айтып қорқытады. Лиам сасқалақтап, жан-жағына қарайды, бірақ Куан жоқ еді. Лиам бұдан әрі қала алмай, фермаға қарай асығады. Қонақ үйде қалған адамдары Куанның бомба дайындағанын және оның күші жүк көлігін жоюға жететінін анықтайды. Соған қарамастан, олар Лиамды фермада қауіпсіз деп сендіреді. Бірақ олар Куанның ол жаққа әлдеқашан бара жатқанын білмеді. Лиам тығылып жатқан ферманы тапқан соң, Куан алдымен көлігін жасырады. Содан кейін бұтақтарды пайдаланып, өз ізін жауып тастайды. Түн батып, жел тұрғанда Куан ферманың шетіне ақырын жақындайды. Күзетшілердің абайсыздығын пайдаланып, ол қоймаға кіріп, тез арада бомба қояды. Күзетшілер бірдеңенің дұрыс еместігін түсінгенде, Куан оларды бір сәтте сұлатып салады. Сол кезде тағы бір күзетші шуды естіп жүгіріп келеді, бірақ Куан оны қараңғыда аңдып тұрып, бірден басып алады. 2 күзетшіні жеңгеннен кейін, Куан сыртқа тығылып, уақытты санауды бастайды. Санақ 0-ге жеткенде, бүкіл қойма құлақ тұндыратын жарылыс пен отқа оранады. Үй ішіндегі адамдар шошып, сыртқа жүгіріп шығады. Куан мақсатына жетіп, үнсіз кетіп қалады. Лиам әлі де Куанның қабілетін жете бағаламай жүреді. Ол қауіпсіздік үшін келесі күні тағы да адамдар шақыртады. Бірақ көп ұзамай тағы бір көлік жарылып, ішіндегі күзетшілер қаза табады. Пысық көмекші бұл қашықтан басқарылатын бомба екенін түсінеді. Демек, Куан жарылысты жасау үшін жақын жерде бақылап тұруы керек. Сондықтан бір топ адам қалың орманды тінтуге кетеді. Расында да Куан сонда тығылып жүрген. Алайда небәрі бірнеше секундта ол орман ішіне қайта сіңіп кетеді. Содан соң ол оларды жақынырақ тарту үшін әдейі түтін шығарады. Адамдар айналаның тұзаққа толы екенін әлі түсінген жоқ еді. Келесі секундта олардың бірі сымға шалынып жерге құлайды.
Төменде жасырынып тұрған Куан оны бірден өз жасырынған жеріне сүйреп әкетеді. Алдындағы екеуі серіктерінің жоғалып кеткенін байқамай, абайлап іздеуді жалғастыра береді. Көп ұзамай тағы бірі жерге жасырылған шегені басып алып, аяғы тесіліп қалады. Серігі оған көмектеспек болғанда механизм іске қосылады. Куан қолайлы сәтті пайдаланып екі адамға қарай жүгіреді. Кенеттен оның иығына оқ тиеді. Оқты атқан күзет тобының жетекшісі еді. Жағдайдың нашар екенін көрген Куан орманға қайта қашып, тез арада көзден ғайып болады. Серіктерінің тәжірибесінен сабақ алған топ жетекшісі ары қарай баруға батылы бармайды. Куан ағаш артына тығылып, әрең аман қалады. Топ жетекшісі Лиамға келіп, Куанның өте мықты екенін айтып, оны ұстау үшін кем дегенде тағы 100 адам керек екенін ескертеді. Бірақ бұл артық айтқандай көрінді. Осы кезде жаңбыр сіркірей бастайды. Куан ағаштағы үйшікке тығылып, пышағын отқа қыздырады. Пышақ қызарған кезде ол жарасын күйдіруге дайындалады. Қатты ауырсынудан ол есінен танып қалады. Құлап бара жатқанда ол қызымен өткізген күндерін есіне алады. Кектің жалыны оны қайта оятады. Содан соң ол мүлдем жаңа жоспар ойлап табады. Сол түні Лиам Куанның бұрынғы арнайы жасақ сарбазы болған тарихын анықтайды. Куанның жас кезіндегі қорқынышты оқиғаларын білгенде, Лиамның түрі одан сайын салмақтанып кетеді. Қазір оны 20 күзетші қорғап тұрса да, ол бәрібір уайыммен ұйықтауға жатады. Бірақ бір оғаш нәрсе болады. Оның иті кенеттен жерге құлап, оянбай қалады. Лиам жамандықты сезіп тапаншасына қол созады, бірақ тартпадағы қару жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен еді. Лиам бұл жолы оның амалы таусылғанын түсінді. Расында да келесі секундта Куан қолына қару ұстап, ақырын жақындап келеді. Содан соң Лиамның денесіне байланған бомбаны көрсетеді. Лиам зәресі ұшып тізе бүгіп беріледі. Куанның қоқан лоқысынан кейін Лиам өзі білетін барлық шындықты айтады. Белгілі болғандай, ол шынымен де қылмыскердің кім екенін білмейді екен. Оның үстіне өз лауазымын сақтап қалу үшін ол да бұл шабуылдың артында кім тұрғанын іздеп жүрген екен. Куанның оған сенбейтінін көрген соң, Лиам өзінің қазіргі жоспарын ашуға мәжбүр болады. Ол ара ұйымына тұзақ құрған екен. Енді оларға тағы бір жарылыс жасау керек, сонда ол нағыз қылмыскердің кім екенін анықтайды. Куан артық ештеңе айтпайды, тек қылмыскерді табуға бір күн уақыт береді де кетіп қалады. Бұл кезде Лиам бұл қытайлық жауынгерден шынымен де қорыққан еді. Куанның ақылға сыймайтын әрекеттерге баруына жол бермеу үшін, ол оны ұстауға сырттан маман жалдайды. Күзетшілер оған көмектеспек болады, бірақ маман сенімді түрде бас тартып, Куанды тірідей ұстау үшін жалғыз кетеді. Сол арада келесі террористік шабуыл орын алады. Полиция екі жарылыстан қалған іздер арқылы қылмыскерлердің мекен-жайын анықтайды. Хабарды алған Лиам өз байланыстарын пайдаланып, лаңкестердің жасырынған жерін растайды. Сосын Лиам маманға хабарласып, бұл жолы Куанды міндетті түрде қолға түсіру керек екенін айтады. Көп ұзамай маман Куанның ағаштағы үйшігін табады, бірақ ол жерде ешкім жоқ еді. Маман алға жылжығанда механизм іске қосылып, тұзаққа түседі. Ол құлағанда Куан бірден тап береді. Екеуі ұзақ айқасқаннан кейін, Куан ақыры басымдыққа ие болады. Сол түні ол өзі іздеген қылмыскер туралы ақпаратты алады, сондықтан маманның өмірін қимайды. Келесі күні полиция қылмыскерлердің үйін қоршауға алады. Снайперлер дайын тұрды, тек бұйрықты күтті. Алайда олар әрекетке көшпес бұрын, Куан олардан бір қадам алда болады. Сол сәтте қылмыскерлердің үйінің қоңырауы соғылады. Мұны көрген полиция өз операциясын тоқтата тұрады. Сөйтсе, есік алдына екі азаматтық адам келген екен. Иә, соның бірі киімін өзгерткен Куан еді. Ол үй жөндеу деген сылтаумен ішке кіруге дайындалып келген. Үй иесінің қатты сұрауы бойынша қылмыскерлер келісуге мәжбүр болады. Ақыры Куан қызын өлтірген адамдарды өз көзімен көреді. Ол ас үйге қарай жайлап барып, әркімнің тұрған жерін анықтап алады. Осы кезде зұлым ойы бар лаңкестер Куанның сөмкесін тексеруді талап етеді. Куан қуана келіседі, барлық құрал саймандар шығарылады, бірақ қара матаны көтерген сәтте Куан бірден соққы береді. Ол тез арада автоматты тартып алып, оқ жаудырады. Бір адамды теуіп жібергеннен кейін, лаңкестер де қаруларын алып, қарсылық көрсетеді. Бұл кезде не болып жатқанын түсінбеген полиция күтуді шешеді. Куан үстелдің артына тығылып, дәл атып, екі лаңкесті жер жастандырады. Содан кейін тасалану үшін қабырғаға қарай ауысады. Өкінішке орай, оның қаруына оқ тиіп, қолынан түсіп қалады, сондықтан оған бұрышқа тығылуға тура келеді. Бақытқа орай, лаңкестер оқ салып жатқанда Куанға оқ тимейді. Ол секіріп шығып, олардың бірін тез жеңеді. Екеуі қоян қолтық төбелеседі. Куан лаңкесті жеңіп, үстіне теледидарды көтеріп ұрады.
Дәл осы сәтте соңғы лаңкес пышақпен тап береді, бірақ ол кунг-фу шеберіне қарсы тұра ала ма? Куан оны иығынан асыра лақтырып, жерге құлатады да арқанмен қатты байлап тастайды. Ешқандай қозғалыс жоқтығын көрген полиция әрекетке көшеді. Арнайы жасақ сарбаздары төбеден түсе бастайды. Куан кегін сәтті қайтарып, оқиға орнынан сабырмен кетеді. Полиция үйге кіргенде ғана барлық лаңкестердің көзі жойылғанын түсінеді. Сол арада Куан лифтке мініп келе жатқан арнайы жасақ сарбаздарынан аман-есен өтіп кетеді. Кейінірек полиция бір әйелден қылмыскерлерді 60 жастағы қытайлық сантехник жойғанын естиді. Полиция бастығы бірден Куанды ойлайды. Бұл кезде ол өзінің Қытай мейрамханасына оралған еді. Көп ұзамай тергеу тобы Куанның ізін табады. Бірақ полиция бастығы оған тиіспеуді ұйғарады, тек бақылауда ұстауды бұйырады. Себебі бұл жолы Куан оларға үлкен көмек көрсетті және бастық Куанның бойынан кәрі жауынгердің қайсарлығын көрді. Ақырында Куан мен Куи мейрамханада кездесіп, бір-бірін қатты құшақтайды. Фильм осымен аяқталады.